Қайырлы күн достар. Бүгін өте жұмсақ, ақ мамықтай үлпілдек пирожкиді духовкада немесе печкада біз қалай пісіру керек екенін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Ең бірінші жылы сүтімізді, жылы суымызды, дрожжымызды, кішкене қантымызды қойып, 5-10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Дрожжымыз жұмыс жасау керек. Дрожжымыз жұмыс жасағаннан кейін барып тұзымызды, майымызды, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илейміз. Онды салған кезде көп салып жүрмейміз. Шетінен салып илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашу керек. Енді салмасына кірісеміз. Картошкамызды тазалап, турап, тұзын салып, жайлап қайнатып пісіріп аламыз. Пісіргеннен кейін оны пюреге айналдырып, оған дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Керек болса, сармай қосып жіберсеңіздер де болады. Или болмасам, пиязды майға қуырып қосып жіберсеңіздер де болады. Салмасын дайындап болғаннан кейін қамырымызды көреміз. Қамырымыз өте күшті болып ашып тұр екен. Енді пирожкимізді жасауға кірісеміз. Қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап алып, қолымызды майлап аламыз. Жақсылап қамырымыз жабыспас үшін. Сөйтіп қамырымызды жайып, ішіне салмасын салып, барлық қамырымызды түйіп шығамыз.
Мінекей пирожкимізді осылай түйіп шығамыз. Түйіп шыққаннан кейін профилімізді алып, пергамент қағазын төсеп, үстіне пирожкиларымызды орналастырып шығамыз. Кейін пирожкидің үстіне жұмыртқамыздың сары-уызын жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут, мак сепсеңіздер де болады. 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аласыздар. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Мінекей пирожкиіміз дайын болды. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да бұдан да басқа жақсы видеолардан, пайдалы рецепттерден саламын. Жіберіп алмас үшін каналыма жазылып кетіңіздер. Рахмет, ас болсын.